Бейнероликтің тұрақты демеушісі OneX компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. OneX сілтемесі төменде. Мадридтік Реалдың капитаны Серхио Рамос Пари Сен-Жермен сапына ауысуы мүмкін. Лионель Месси осы жазда Барселонада тағы қалуды шешуі мүмкін. Ал Еуропа Суперлигасы ресми түрде пайда болды. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Мюнхендік Баварияның бапкері Ханс Дитер Флин германиялық клубтан маусым соңында кететінін ресми мәлімдеді. 56 жастағы бапкер жаздан бастап германия ұлттық құрамасын тізгіндеуі мүмкін. Мюнхендік клубты Флик 2019 жылдан бастап жаттықтырып, 6 жүлденің чемпионы атанды. АС баспасының мәліметіне сенсек, австриялық центрбэк Давид Алаба Мадрид қаласына келіп, экс-әріптесі Тони Кросс тұратын Ла Финка ауданынан іздестіруде. Ал Марко Алаба Реалмен келісімге келіп қойғанын қаңтарда айтқан болатын. Демек, Давид келесі маусымнан бастап Мадридтік футболшы болуға ниеттенген сияқты. Бірқатар британдық баспалардың мәліметінше, лондондық Челси мен Манчестер Юнайтед француздық қорғаушы Рафаэль Варан үшін таласқа түсті. Еске салсақ, МЮ елшілері Варанға өткен жылдан бері қызығушылық танытуда. Енді бұл ойыншыға лондондық Челсиде таласып көрмек. Жалпы Челси осындай сыбыстар атып, жартылай финалдан алдында әдейі Варанға психологиялық қысым түсірмек ниетте сияқты. Ал басқа Реалдың футболшысына келсек, Лука Модрич Реалмен келісім шарт мерзімін тағы бір жылға ұзартпақ ниетте. Бұл жөнінде испандық баспалар мәлімдеме жасады. Лука сияқты футболшыны Реалға табу енді оңайға түспес. Ағымдағы маусымда хорватиялық хавбек Ла Лиганың 29 матчінде 3 гол соғып, 3 нәтижелі пас шығарды. Испания кубогының финалында Барселона Атлетик Билбаоны 4-0 есебімен ойсырата ұтып, тарихтағы 31-ші Испания кубоктерін ұтты. Еске салсақ, аталған турнирде Барселона рекордсмен саналады. Ал матчтан кейін клубтың бас бапкері Рональд Куман Месси клубта қалғысы келетіні жайлы және әзірге өзін осы жерде бақытты сезінетінін айтты. Соңғы кездері Мессиге шынымен де дәл осындай жеңіс жетпей жүрген еді. Келісімшарт мерзімін биыл ұзартама, пікірлеріңізді комментарийде күтемін. АС баспасының мәліметіне сенсек, лондондық Челси осы маусымнан кейін Хаким Зиешті және Тимо Вернерді сатылымға қоймақ. Екеуі де өткен жазда Лондонға үлкен сомаға көшсе де, екеуі де өздерінің орындарын таба алмады. Абрамовичтің де трансферлері кей кезде өздерін мүлде ақтамай жатады. Италияның А сериясының 31-ші турында туриндік Ювентус қонақта Аталантадан есе жіберді. Жампьеро Гасперинидің ойыншылары ескі сеньоро футболшылардың қақпасына еш жауапсыз бір гол соқты. Ал Бианконери жеңілістің кесірінен әлі де 4-ші орынға зорға ілігіп, келесі жылы Чемпиондар лигасына қатыспау қаупінде тұр. Еске салсақ, матчке жарақатқа байланысты Криштиану Роналду қатыспады. Биылғы маусымда Роналду қатыспаған барлық матчтерде Ювентус жеңілістің дәмін татуда. Испандық және француздық баспалардың ақпаратына сенсек, Париждық Пари Сен-Жермен Мадридтік Реалдың капитаны Серхио Рамосқа қызығушылық танытуда. Француздық клубтың өкілдері испандық центр-бэкке жазда жалақысы өте жоғары келісімшарт ұсынып, өз қатарларына қоспақ ниетте. Еске салсақ, ағымдағы жазда 35 жастағы испандық қорғаушының патшалық клубпен келісімшарт мерзімі де аяқталады. Ресми көптен күткен Еуропа Суперлигасы пайда болды. Турнирдің негізін қалаған клубтар қатарына Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Ювентус, Милан, Интер, Арсенал, Челси, МЮ, Сити, Ливерпуль және Тоттенхэм атанды. Ал Бавария, Лейпциг және Портуды турнирге қосылуға келісімдерін берді. Енді жақын арада УЕФАның мәжілісінде аталған клубтарды жазаға тарту жайлы шешім шығады. Турнирге қатысатын клубтар УЕФАның барлық лигаларына және өз чемпионаттарына қатыса алмайды. Бұдан бөлек Суперлигаға қатысатын футболшылар Еуропа және әлем чемпионатында ойнай алмайды. Турнирдің президенті болып Флорентино Перес тағайындалды. Құдай ойында Реалға жеңіске жетуде оңайға түспес, қалт етсе бәріне Перес кінәлі, сол сатып алды деген алып қашпа әңгімелер көп болады.
Комментарийге пікірлеріңізді жазып, бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.